Бізде жалпы жетінші схема бұл система смазки турбины дейді, немесе турбинаның майлау жүйесі дейді. Жетінші схема. Турбинаның майлау жүйесі бізге не үшін керек? Өткенде төртінші схемада, жалпы төртінші схемада өткенде ЦВД-дан ЦСД-ға барады, ЦСД генераторының общий схемасы осылай болады. Схемалары мынау балдар араларында. Сосын міне ЦВД мен ЦСД-ның арасы ашық болады. Осы жерде уплотнение болады. Оны айттым. Араларында ЦСД мен ЦНД-ның арасында, ЦНД мен ВПУ мен генератордың арасында уплотнение болады. Бұлар соединяющий уплотнение. Мына жақта ЦВД-ның алдында бұл концевой уплотнение. Мынау ЦВД, ЦНД, ЦНД, валоповоротный устройство, білесіңдер, турбинаны қосқанда және сөндіргенде қосылады. Турбинаны сөндірген кезде 3000-нан 0-ге дейін ақырын азайтып тұрады. Қосқан кезде турбина басында 3-4 минут айналдырады. ВПУ қай кезде қосылады? ВПУ қосылады турбинада бу болмаған кезде. Яғни процесс расширения пара тоқтаған кезде, процесс расширения пара тоқтаған кезде, яғни турбинада бу айналу жүйесі тоқтаған кезде валоповоротный устройствоны қосамыз. Себебі расширение пара жоқ. Ол пардың барлығын біз бірден сөндіріп тастап кетіп қалмаймыз. Турбинаны ВПУ-мен ақырын айналдырып, расширение параның сомасын азайтамыз. Генератордың алдында счетчиктер болады, арнайы. Осы жерден қарап отырамыз, счетчиктердің қанша кетіп жатыр, қанша барып жатыр. Енді майлау жүйесі бізге не үшін керек? Майлау жүйесі керек бізге біріншіден мынау уплотненияларды майлаймыз. Яғни уплотненияларды постоянно майлап тұру керекпіз. Екінші подшипниктер болады турбинада, тоже уплотнениyaдан бөлек подшипниктер болады турбинаны. Соны майлау керек. Және турбинада система регулирования. Система регулирования деген не үшін керек? Турбинаның ЦВД-сынан және ЦСД-сынан пар келеді. ЦНД-дан да пар келеді. Яғни алғашқы пар келгенде, бірінші пар келгенде ЦВД-ға түседі. Сол парды распределение жасайды. Яғни ол пар бірден келсе түссе, ол лопаткалардан өтпейді. Оған лопатка алдында айттым ғой, 25-45 пен орналасады. Бір линия көрсетіп береді, регулирование парын. Яғни оңға қарай жүрді ме, солға қарай соны көрсету үшін регулирование жасайды. Ол пар бір бағытты көріп алса, сол жаққа қарай айналып жүре береді, расширение пары жасалады. Ол сервомотор дейді. Сервомотор деген регулирование клапандар, регулирующий клапандар. Яғни турбинаға түскен буды регулирует етеді. ЦВД-да 4 клапан болады, регулирующий. Қарама-қарсы бір-біріне 4 клапан болады. Яғни 2 қарама-қарсы бір-біріне общий 4 клапан болады. ЦСД-да 2 болады, қарама-қарсы бір-біріне 2 клапан болады. ЦНД-да тоже сондай. 2 жағынан болады, ЦНД-да 4. Бір жағында 2 клапан, бір жағында 2 клапан. Қарама-қарсы, яғни 4 клапан общий. Осыларға да ол жұмысы қандай? Оның жұмысы қандай? Регулирующий клапан жұмысы қандай? Яғни ол кнопка сияқты басылып тұратын сияқты, только ішке қарай кіріп шығып тұрады, кіріп шығып. Яғни пар кіреді, оны басқан кезде регулировать етіп тұрады, парды өзі. Осы үшін керек. Жалпы осылардың бәрін майлау үшін керек. Яғни общий таныстырайын. Процесс қалай басталады? Бізде турбинада бірінші ЦВД-ның алдында тұрған ГМН, главный масляный насос. ГМН, оның давлениесі 20 кг. Екінші АМН дейді. Бұл аварийный масляный насос. Бұл постоянный ток денесі. Яғни аккумулятор болады.
AMM қайда жұмыс істейді? Егер RMM яғни RMM дегеніміз резервный масляный насос. Және ПММ пусковой масляный насос. RMM мен ПММ бұл переменный ток, яғни электрический ПММ мен ПММ жұмыс жасамай қалған кезде АММ қосылады, оларды алмастырады. АММ-дікі 7-8 килограмм, давлениесі, ПММ-дікі 10 килограмм, давление, РММ-дікі, ПММ-дікі 20 килограмм. ПММ мен ГММ екеуінің давлениесі. Мына жерде масляный бак 26 метр куб объемы. Мына жақта бізде оборотный масляный бак дейді. Яғни оборотный масляный бак бізге не үшін керек? Оборотный масляный бак бізге керек главный масляный бакта май азайған кезде. Май азайған кезде оборотный масляный бактан главный масляный бакка май жібереміз. Сосын бак загрязнительный масла дейді. Яғни ол не үшін керек? Ол майдың құрамында, главный масляный насостың құрамында су болады астыңғы жағында. Бетінде май, астыңғы жағында су болады. Сол суды сорып алып, жаңағы бак загрязнительный масла соған береміз. Соған беріп тазалап отырамыз. Сосын мына жақта жоғары эксгаустер дегеніміз главный масляный насостың екі инжектор болады. Біреуі главный масляный бакта екі инжектор болады. Бір инжекторы ол подшипниктарға берілетін майды регулировать етеді. Екінші инжектор бізде главный масляный көрсетілген екі жағынан трубадан май өтеді, ыстық май. Ол примерно масляный бакта 55 градус болады. Маслоохладительден өткенде 40 градусқа дейін температурасын жоғалтады. Онда да дәл конденсатордағыдай ішінде трубалар болады, только пучок емес, труба болады. Ол цирквада градирнайдан келетін судан көмегімен біз майды суытамыз. Жұмысты қалай жасайды? Жалпы турбинаға бірінші турбинаны бастапқыда іске қосқанда бізде валоповоротный устройство ВПУ-ды қосамыз. ВПУ-ды қоспас. Жалпы турбинаны сөніп тұрған кезде бірінші резервный масляный насос дейді. Осымен РМН арқылы біз подшипниктерді, уплотненияларды барлығын майлап аламыз. Сосын ВПУ-ды қосамыз. Майлар жақсылап сіңу үшін подшипник уплотнениялар. Ақырын пар бере бастаймыз. ВПУ-ды қосқан сразу резервной сөндіріп, пусковой масляный насос қосамыз. Пусковой масляный насос ол главный масляный насос екеуі қызметі бір. Просто пусковой ол жұмыс басталған кезде қосылады. Турбинаның жұмысы басталғанда пусковой насос қосамыз. Главный масляный насос ол 3000 оборотпен ғана істейді. Механический, ол ештеңемен жасалмайды, электрический емес, механический. За счет вращения вала ГМН работает. 3000 оборот істеп тұрғанда давление бергенде 20 килограмм давление беріп ГМН жұмыс жасап. Ал 3000 ГММ өзінен өзі автоматически сөніп қалады. Яғни ПМН қосылады. Сондықтан 3000 оборотқа дейін турбина қосылғанда ПМН қосып тұрамыз. ПМНнен біз система регулировать етуге пар береміз. 3000 оборотқа қалай жетеді? Сразу біз ПММді сөндіріп, ГММ қосылады 3000 оборотта, ГММ істеп тұра береді. Содан кейін бізде ГММ қосылғанда сразу инжектордан уже автоматически
процесс жүре бастайды, яғни екі инжектор, бір инжектор уплотнение подшипниктерге береді, екінші инжектор ГММ-нің өзіне береді, ГММ-нің система регулирования сервомоторларды майлаймыз, турбинаның регуляторларын майлап, процесс жүреді. Масло охладитель ақыры өтеді, яғни 55 градуспен главный масляный бактан шығып, масло охладительді 40 градусқа дейін түсіріп, екі жаққа бөлінеді. Сосын олар енді майлар сливать етіледі ол қайтадан. Яғни майлардың құрамында, сливать етілген майлардың құрамында турбинаның булары да болуы мүмкін. Ол главный масляный бакқа түскенде кейбіреулер конденсатқа айналып кетеді, суға айналады. Суға айналған бөлігі, оны біз мынау жаңағы айттық қой, загрязнительный бак. Сол арқылы сорып алып отырамыз, ағызып отырамыз соған қарай. Суларын азайтып, майын ғана қылады. Себебі су мен май болса, ол дұрыс майламайды. А егер құрамында бул болса, ол мынау айттым жаңа. Эксгаустер құрамындағы буды өзіне тартып алып отырады, майдың құрамында, құр майды ғана қалады. Себебі май мен бу болса атылуы мүмкін кейбір жағдайда. Эксгаустер сорып алып отырады мына жақтан. Процесс осылай. Жұмыс жасап жатыр, мына жақта майда уже май азайып жатыр, главный масляный бакта. Конденсатқа айналып кетті, су болды, құрамында кейбір өзгеріс болды. Буланып кетті, сорып алды. Сосын мына жақта біз айттық жаңағы. Оборотный масляный бак дейді. Осыдан май беріп отырамыз, толтырып 26 метр кубқа главный масляный бакқа май беріп отырамыз, майын толтырып. Сосын система осылай жүре бастайды қызметі. Аварийный масляный бак қосылады, егер РМН немесе ПММ сөніп қалған жағдайда қызмет жасамағанда, бірден біз аварийный масляный насосты қосамыз. Ол сол процесске жалғасып кетеді. Енді сөндіргенде қалай сөндіреміз? Турбинаны біз сөндірген кезде турбинаны сөндіреміз. Сөндіргенде бірден бізде главный масляный насос тоқтайды, ГМН тоқтайды. Себебі 3000 оборотынан төмен болса, ГМН тоқтап қалады. ГМН сөндіргеннен кейін валоповоротный устройство қосылады турбинаны. Валоповоротный устройство қосылған кезде бізде бірден пусковой масляный насос қосылады. Пусковой масляный насос ол 3000 обороттан 0 оборотқа дейін турбина обороты тоқтағанша пусковой насос істеп тұрады. Турбина тоқтаған кезде резервный масляный насосты қосамыз да, мынау майлардың барлығы сорылады, өзімізге қайтадан масляный бакқа жіберіледі, немесе сол жерде ағатына ағып кетеді. Жалпы турбинаны майлау жүйесінің сызбасы осы схемасы. Масляный бактың қызметі, мысалы главный масляный бакта біз май алынып жатыр ғой. Система жүріп жатыр, турбина қосылып тұр, постоянно система инжекторлардан, инжектор за счет ГМН инжектор жұмыс жасайды. Яғни давление көп, инжектор біреуі уплотненияларға береміз, екінші подшипниктерға, екінші бөлігі ГММ-нің өзіне береміз. Енді майлар кетіп жатыр масляный бактан. Кетеді майлар, но дәл сол май қайтып келмейді орнына. Себебі потеря болады. Яғни ол ыстық бумен келеді құрамында. Ол ыстық бумен келгеннен кейін май суыған кезде майы бөлек, буы бөлек қалады, немесе буы суыған кезде конденсат болып кетеді, ол сулайды. Сосын суды біз бак загрязнительныйға жібереміз, сливать етеміз. Буын эксгаустермен сорып аламыз. Сондықтан майдың құрамында потеря болады, май азаяды. Мысалы 4 метр куб май жіберсең, ол қайтқан кезде саған 2 метр куб қана болады. Солайынан 26 метр кубын сен азая бастайды. Ол ортадан төмен болған кезде уже сен анау қайтадан 26 метр кубқа толтыру керексің. Майды қай жерден аласың? Сосын оборотный масляный бактан жаңағы майды толтырасың 26 метр кубқа дейін қайтадан. Азайып отқан кезде масла толтырып отырасың.